Мен Ануар Тыныспаев, Атырау облысы полиция департаментінің балық қорына қылмыстық қол сұғушылыққа қарсы күрес бөлімінің инспекторымын. Жалпы полиция қызметінде жүргеніме 12 жыл болды. Қазіргі уақытта су полициясында қызмет атқарып келемін. Біздің жұмыс күніміз таңғы 7:30-дағы қызметтік жиыннан басталады. Жиын кезінде бөлім басшысы нұсқаулық беріп, бүгінгі күннің негізгі бағыттарын анықтайды. Кейін қауіпсіздік шараларын орындаймыз. Берілген нұсқаулық бойынша маршруттарда нақтылаған соң рейдтік жұмыстарға дайындаламыз. Жайық-Каспий айдынындағы браконьерлік әрекеттердің алдын алу, судағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету біздің басты міндеттеріміздің бірі. 8:30-да судағы патруль қызметі басталады. Біз балық аулау аймақтарын аралап, балықшылардың рұқсат қағаздарын, құрал жабдықтарының заңдылығын тексереміз. Бұл тек табиғат ресурстарын қорғау үшін ғана емес, экологиялық тепе-теңдікті сақтау үшін де маңызды. Рұқсатсыз немесе заңсыз құралдармен балық аулау әрекеттері анықталған жағдайда құқық бұзушыларға шара қолданамыз. Су полициясының жұмысы тек табиғатты қорғаумен шектелмейді. Жайық өзені маңында демалушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету біздің күнделікті міндетіміз. Су адам өміріне қауіпті аймақ. Рейд барысында қауіпті жағдайлардың алдын алып, азаматтарға түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, ата-аналарға ескерту жасаймыз. Мен өз қызметімде тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймын. Бұл тек менің міндетім ғана емес, өз өміріне және айналасындағы адамдардың өміріне жауапкершілікпен қарау әр азаматтың парызы.